Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Ақерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті бәлішім, етті бәліштің рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, ауызда ериді, жасалу оңай. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Төменге описанияға рецепті жазып қалдырамын. Және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды електен өткіземіз. Сары майымызды алып, үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Сары майларыңыз салқын болу керек. Енді майымызды өткізіп болған соң, осы майменен ұнымызды қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей дәл осындай болу керек. Енді ортасын шұңқыр жасап, осыған тұзымызды және де бір шай қасық ұн қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосамыз да жақсылап бір рет араластырып жібереміз. Яғни бұл құрғақ ингредиенттерді бірінші араластырып аламыз. Одан кейін қайтадан ортасына шұңқыр жасап, бір ас қасық майонезімізді, одан кейін бір ас қасық қаймағымызды қосамыз. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осылай ең алдымен қасықпен араластырып жіберіп, одан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа бетін жауып қалдырып қоямыз. Неке қамырымыз дайын болды. Қазір осы тоңазытқышқа жібереміз. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Бір пиязды майдалап, жіңішке етіп турап алдым. Одан кейін картоп, яғни өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, мен бір картопты үккіштен өткізіп алдым. Одан кейін фарштарыңызды салып, үстіне перец, тұз салып, жарты шай қасық тұз салдым. Араластырамыз. Сонымен салмамыз дайын. Енді қамырымыз дайын болып қалды. Теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін сәл үлкенірек етіп аламыз. Осылай ұнға бір рет аунатып қамырымызды жайып болғаннан кейін формамызға саламыз. Бұл формамен де 18 немесе 20 болу керек. Осыған сары майымызды жағып аламыз да қамырымызды қойып шығамыз, яғни орналастырып шығамыз. Шетіне шығып тұрған қамырларды оқтаумен алып тастасаңыздар болады. Енді салмамызды саламыз, одан кейін бетіне алып қалған қамырымызды да дәл жұқа етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін бетіне осылай орналастырамыз. Жақсылап шет жақтарын қазір жабыстырамыз да, одан кейін сәл шығаратындай етіп жабыстырып аламыз. Дәл видеодағыдай. Бұдан да көбірек етіп асты мен үстің жағын шығарып түйсеңіздер де, яғни өріп қойсаңыздар да әдемі болып шығады. Осылай шығарып алдында жай ғана шеттерін ішіне қаратып түйіп шықтым. Одан кейін пышақпен ортасын осылай шұңқыр жасап аламыз. Өйткені ішіне ауа кіру үшін, ішіндегі салмаңыз жақсылап пісу үшін. Жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне қалаған мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен мак сеуіп алдым. Енді осыны 180 градуста 30-35 минутта немесе 40 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей дайын болды, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің YouTube арнамда жаңа рецептер, тағамдар, әртүрлі тәттілер болады. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.